Сәлем достар, сендермен бірге мен Зоя, және бүгінгі видеода менде влог болады. Бүгін біз туысқандармен бірге жиналып Ұзынағашқа бара жатырмыз, және сол жақтағы барлық қызықты салатын боламын. Біз Ұзынағашқа 2 сағатта жеттік, яғни ол жерде пробка болды және біз ұзақ жолды таңдап алыппыз. Сондықтан бізге Ұзынағашқа жету үшін 2 сағат керек болды. Bir aldım жарты көшіп кеткендей осындамыз. Құдайға шүкір, мұнда бір оба дейміз. Өсіңдер, өліңдер. Тек сендердің жақсы. Вот. Бүгін вот осындай жерде бүгін біз демалып жатырмыз. Прям күшті болып тұр. Жаңбыр жауайын деп тұр бірақ. Билеуге келіп жатыр адамдар. Менікі. Сіркін соқтай. Біз қазір ана жақта шашлық пісіріп жатыр екен. Біз оға дейін жүрміз ары бері фото түсіп жатырмыз. Да, бізде шашлык келді. Воду? Ja. Papayolарын сақтадайды. Бізде сурет. Қазір прям сағат қанша болды? Сағат 7 болды. И уже прям жел соғып, жаңбыр жауайын деп жатыр. Мында балалармен ойнайын деп жатырмыз. Шаң екен, сүртеміз қазір. Жылдар бар ол иімін. Айттым ғой. Не стал отыр. Хadi. Просто сарғып. Жаңбыр жауып жатты далада.
Мында осындай күшті жер бар. Бірақ қазір істемей тұр бұл жер. Мына жақтан тауға шығуға болады. Вот осы жермен шығасың. Мына жер прям күшті жер екен. Советую келуге. Мына жерде осылай отыратын жер бар. Отырасың. Потом ары қарай шығасың. Мына жер жаңбыр жауғаннан кейін тайғақ болып кетті. Бәттім ары қарай шықпаймыз. Не болса да күшті жер екен. Еще мына жақта бассейндер бар. Жазда бассейнге түсуге болады. Музыка ойнап жатыр. Мында осындай жер бар екен отыратын. Міне достар, осымен бүгінгі видео аяқталады. Және бұл видео сіздерге ұнаса лайк басып, каналға тіркеліп, комментарий қалдыруды ұмытпаймыз. Келесі кездескенше.